Ассаламу алейкум достар, қайырлы күн. Бұл видеоға қош келдіңіздер. Бүгінгі тақырып контент план жазу, видеоның сценарийін құрастыру. Енді контент планға келейік. Контент план деген не? Контент жоспар. Контент дегеніміз ол біздің видеомыз, инстаграмға салған постымыз, ол фото, видео форматта бола ма, телеграмға жазған тағы да постымыз, текст форматындағы, кітаптағы мәтіндер барлығы контент болып табылады. Енді біздің YouTube'қа келгендіктен бұл біздің видео контентіміз болып табылады. Енді сол видео контент не туралы болады деген сұраққа келейік. Енді қараңыздар, сіздің өзіңіздің жеке аудиторияңыз бар, жеке каналыңыз бар, белгілі бір тақырыпта. Сіздің жеке аудиторияңыздың бірінші портретін құрастыру керек. Ол портреті қандай? Мысалға, барлығында ол бірдей емес. Біреулер айту мүмкін, мен қарайтын аудитория ол деген 15 жас пен 45 жас аралығындағы любой адам деген сияқты. 15 жас пен 45 жас аралығындағы болу мүмкін, бірақ та оның ішінде тағы да сұрыпталады. Мысалға, менің өзімнің жеке каналымның аудиториясы ол жас балалар, яғни оқушылар, студенттер. YouTube'қа қызығатын, жаңадан өсіп келе жатқан жасөспірімдер десе де болады. Енді оның жасы 12 мен 25 жас аралығы дейікші. Одан кейін оның қызығушылықтары бар. Қызығушылықтары өнер, творчество деп алсақ болады. Және де одан кейінгі тағы да бір сұрыпталатын нәрсе жыныстары деп айтсақ болады. Оны аналитикадан қараймыз. Аналитикада жаңағыдай өзіміздің аудиториямыздың жыныстары, мысалға 70% ер адамдар болатын болса, онда уже балалар. Көбіне балалар қарайды. Основной аудитория қай жақта, соған қарай біздер өзіміз бағытталып контентімізді жасаймыз. Енді қараңыздар, сенің қарайтын аудитория өзіңнен кіші, жаңағы 15 жас пен 25 жас аралығында болатын болса, онда сен видеоға сен деп сөйлесе берсең болады. Мысалға, сен деп сөйлесесің, одан кейін олар қалай киінеді, солай киініп жүресің, және олар қай жерде жүргенде жақсы көреді, сондай жерде жүрген жақсы көресің, түсіресің, сондай жерде түсіріп, одан кейін олардың сөйлеу мәнері бойынша, олардың сөйлеу жаңағыдай қалай айтсақ болады, мәдениеті бойынша сөйлесу керек. Мысалға, мен өте жаңағыдай тарихи тілде, әдеби тілде сөйлейтін болсам, кәдімгі қазақтың өрнекленіп, мақал мәтелдерімен жаңағыдай әртүрлі мысалдар келтіріп сөйлейтін болсам, онда ол мен аудиториямды қашырып аламды. Сондықтан мен оларға тік нақты 5 жасар балаға түсінікті болатындай етіп түсіндіргенім жөн. Мынаны басасын деген сияқты. Ана кнопканың атын айтып, басасын деген сияқты емес. Мысалға қарайықшы. Placement деген сөздерді айту маған қауіпті. Өйткені мен аудиториям түсінбей қалуы мүмкін. Placement деген сөзді. Мен одан да осы бетті деп айтқаным дұрыс та. Мына жерден деп айтқаным дұрыс. Placement дегенге қарағанда. Сол сияқты терминдерді айтқан дұрыс па, айтпаған дұрыс па? Ол сіздің өзіңіздің аудиторияңызға байланысты. Сол сияқты өзіңіз қандай тілде сөйлейсіз, сіздің аудиторияңыз қандай тілде сөйлейді, сол тілде сөйлеген дұрыс. Енді оларға не қызық? Соны анықтап алайық. Және де соған қатысты біздер 2-3 рубрика жасауымыз керек. Мысалға, егер сіз аптасына 2 видео шығаратын болсаңыз, дүйсенбі, жұма күндері шығаратын болсаңыз, мысалға, дүйсенбі күні бір қызықты, познавательный контент жасауымыз мүмкін. Бір ақпарат беретіндей, қызықты ақпарат беретіндей. Ал жұма күні уже развлекательный контент болуы мүмкін. Яғни ойын, сауық, күлкі, тағы басқа бір қызықты ақпарат беруіңіз мүмкін өзіңіздің темаңызда. Енді сол екеуін бөліп аласыз. Сол екеуіне әртүрлі тақырыптағы, сұраныстағы жаңағы нелерді іздейсіз, тақырыптарды іздейсіз, темаларды іздейсіз. Оны қай жақтан іздейміз? Сіздің өзіңіздің жалпыларыма айтайын, сіздің өзіңіздің негізгі кілттік сөздеріңіз болады. Мысалға, егер сіз аспаздықпен айналысатын болсаңыз, онда сіздің кулинария, рецепты деген сияқты өзіңіздің кілттік сөздеріңіз бар. Сол кілттік сөздерді Google Alerts деген, Alerts дейді ме, қалай оқылатынын білмеймін, ағылшынша Google Alerts деген сайтқа кіресіз, Alerts. Сосын сол сайтқа кіріп, тіркеліп өзіңіздің почтаңызбен кілттік сөздеріңізді жазып қоясыз. Және де сол
сіздің почтаңызға Google Alerts'ен уведомление оповещение келіп отырады күн сайын. Яғни сол кілттік сөз бойынша қандай жерге, қандай тақырыптар, қандай жаңалықтар шықты, солардың барлығын сіз ең бірінші біліп отыратын боласыз. Осы методты қолдансаңыздар, сіздер өкінбейсіздер. Өйткені бұл жерде ақпарат море. Кәдімгідей сізге үлгермей жатуыңыз мүмкін алдағы уақытқа видео түсіруге. Соны қолданыңыздар. Екінші, Google AdWords-тың жаңағы планировщик ключевых слов деген бөлімі бар. Google AdWords деген сайтта. Ол жерге жаңағыдай кілттік сөздер жазасыз, және де сол сөз бойынша ең көп сұранысқа ие сөздерді қарайтын боласыз. Тексересіз, қаншалықты сұранысқа ие. Және де сұранысқа ие сөздерге сіз видео түсіретін боласыз. Жаңағыдай аспаздықты алып қарайықшы. Мысалға, оливье салатын пісіру немесе бауырсақ пісіру деген кілттік сөз жақсы ізделініп жатырса, онда сіз, мысалға, оливье көп ізделінсе бауырсаққа қарағанда, онда сіз оливьені түсіріңіз. Түсінікті ғой? Сол сияқты сұранысқа ие сөздерді сіз сол жерден ала аласыздар. Екінші, контент планға ақыры айтып жатырмын. Контент планды жаңа айттық қой, дүйсенбі жұма күндері түсіру, салу керек деген сияқты. Дүйсенбі жұма күндеріне шығатын тақырыптарды сіз алдын ала сол сайттар арқылы біліп алуыңызға болады. Содан кейін өзіңізге келген идеяларды жаңағыдай Kanban деген бір метод бар. Оны менің артымдағы фоннан көріп отырған шығарсыздар. 3 қатарға бөлесіздер жұмыс процесстеріңізді. Мысалға, алдағы жоспар. Бірінші қатар идеялар, яғни идеялар мен тақырыптар. Түсіру керек идеялар мен тақырыптар. Соны бір жазып қоясыз, бір қатарға. Одан кейін екінші қатар жасалуда деген бөлім, яғни екінші қатарға нені жазып жатырсыз? Сценарий, тақырып, ішіндегі жаңағыдай инструменттері нені айтқыңыз келеді видеода, соны жазасыздар. Кәдімгідей жазу барысы. Және де үшінші қатар ол орындалған қатар. Яғни сіздің идеядан басталған қатарыңыз орындалып, ол біту керек. Яғни ол уже түсіріліп қою керек. Сол сияқты сіз 3 қатарға жазып қойсаңыз, содан кейін сізге жұмыс істеуге ыңғайлы болады. Оны мен не үшін айтып отырмын? Өйткені YouTube-қа келгендіктен бұл Instagram сияқты емес, күнделікті пост шығарып отыратын. Бұл жерде 2-ақ күн пост шығарасыздар, яғни видео шығарасыздар, бірақ та оның жұмысы кәдімгідей Instagram-нан да күрделі болуы мүмкін. Өйткені сіздер фотомен просто құтыла салмайсыздар. Оған әртүрлі контент бересіздер. Ол аудиторияны ұстап қалу үшін тағы да қызықты сценарий жазу керек. Сценарий демекші, келесі қазір сценарийға жөнінде айтып өтем. Енді түсінікті болған шығар. Контентті сіз 2 рубрикаға, 3 рубрикаға бөлесіз. Қызықты және танымды деген сияқты 2 рубрикаға бөлсеңіз, соған қатысты тақырыптарды астына тізіп қоясыз. Және де соны алдағы уақытқа 1 айға дейінгі контентті алдын ала жоспарлап түсіріп отырыңыз. Менің сізге айтар кеңесім. Екінші, сіз жаңағы контент планыңызды құрдыңыз. Енді сізге сол видеоның сценарийін жазу керек. Ол сценарий қандай болады? Ең бірінші менің уникальный сценарий, жоспарым, оны көп жерде қолданам. И соның арқасында кәдімгідей конверсия деген еселеп өсті. 10-20 есе өскен кездер болған. Мысалға 1000 просмотрдан 20 мыңға дейін өскен кездер болды. Сондықтан бұл сценарийге өте қатты байланысты. Ендеше сценарийдің мен сізге тізімін көрсетейін. Яғни сценарий бойынша сіз ең бірінші видеоны бастаған кезде «Ассалаумағалейкум достар, қалайсыздар? Сіздермен бүгін мені Халықов Жалғас» деп бастағаннан көрі, сізге сразу тақырыпты айтқан дұрыс. Мысалға, YouTube арқылы қанша ақша табуға болады? Қазақстандық блогерлар қанша ақша тауып жатыр? Деп бастасаңыздар, онда сіздің аудиторияңызға бұл өте қызық болады да, ары қарай қаралу ықтималдылығы жоғары болады. Яғни ол ары қарай тағы да қарағысы келеді. Уже сіз тақырыпты аштыңыз, интрига жасадыңыз. Түсіндіңіз бе? Ең бірінші қадам ол интрига. Интрига жасап алдыңыз, интрига жасап алғаннан соң сізге интро деген бөлім бар. Интро деген бөлім ол жаңа сіздің жеке логотипіңіз ба, немесе өзіңіздің суретіңіз, немесе сіздің каналыңыздың аты жаңағыдай интро болып шыға қалады экранға әртүрлі
жаңағы эффектпен шығады, оны кейін жасатып алсаңыз да болады, Adobe After Effectspен, немесе өзіңіз ізденіп жасасаңыз да болады. Сол интро шығады, одан кейін сіз сәлемдесесіз, амандасасыз, яғни. Сәлем достар, бүгін сіздермен тағы да мен Халықов Жалғас, тақырыпқа көшейік деп, уже тақырыпты бастап кетесіз. Уже содан кейін тақырыпты басталған соң айтып жатып, сөйлеп, уже YouTube-қа қазір мысалға айтайын. YouTube-та қазір қаншама блогер бар, әркім әртүрлі тауып жатыр деп айтасыз. Ал егер сіз миллион просмотр болса, қанша табар едіңіз, немесе қанша табам деп ойлайсыз деген сияқты сұрақ қойып, олармен интерактив жасау керек. Яғни бір-бірімен байланысқа түсу керек. Сіз видеоға сөйлеп отқанда бір адамға сөйлеп отырсыз, жаңағы портретіңізге 15 жас пен 25 жас аралығындағы деген сияқты адамға сөйлеп отырсыз, бір адамға. И сол адамға айтасыз. Егер сіз мысалға миллион просмотр болса, қанша ақша табам деп ойлайсыз, астына жазып кетіңізші, мен сізге сосын көреміз эффектін деген сияқты. Сол сияқты интерактив жасау керек. Болды, осыны жасадыңыз, ары қарай тақырыбыңызды жалғастырып кете бересіз. Тақырыпты айтып жатасыз, өзіңіздің сценарий бойынша дайындаған материалдарыңызды айтып жатасыз, одан кейін барып айтасыз. Мысалға, лид магнит деген сөз бар. Жаңағыдай маркетингте жақсы қолданылады. Ол кез келген каналға да, кез келген бизнеске де жақсы қолданысқа ие. Мысалға, лид магнит дегеніміз ол біздің тегін өзіміздің жеке подписчигімізге беретін құралымыз, немесе бір сыйымыз десек болады, сыйлығымыз. Осыған орай YouTube-ты дамыту бойынша лид қарапайым тегін чек-листті алғың келсе, онда төмендегі сілтеме арқылы өтіп, менен чек-листті ал деп айтсаңыз болады. Егер сізде сондай бір беретін болса, тап жаңағыдай ол кез келген нәрсеге ұйымдастыруға болады. Мысалы, аспаздыққа болатын болса, осыған қатысты рецептіні жүктеп алу үшін осы төмендегі сілтеме арқылы өтті. Сөйтіп сіз аудиторияны дайындай беру керексіз. Сізде подписчик аз болса да, көп болса да. И солай сіз подписчикті жаңағыдай қарым-қатынас жасау арқылы сізбен взаимодействие жасалса, онда сізге аудиторияңыз жақындай түседі. Уже сізге сенім арта бастайды. Кейінде сіз подписчиктеріңіз өсіп, просмотрларыңыз көбейген кезде, реклама жасаған кезде, ол сізден сатып алу ықтималдылығы жоғары болады. И сіздің аудиторияңыз да сапалы болады. Түсінікті ғой? Сол үшін қазірден бастаған дұрыс, сондай лид магниттарды. Одан кейін ары қарай тақырыптарды айтып кетесіз. Арасында соңына жақындаған кезде, егер видео ұнаса, лайк бас деп айтыңыз, немесе каналға тіркел, немесе досыңмен бөліс деп айтыңыз. Осындай түрлі іс-қимылдардың бірнеше түрі бар. Мысалға, тіркел, лайк бас, комментарий жаз, досыңа тарат, бөліс деген сияқты 3-4 действие бар. Сол 3-4 действияның барлығын бірден айтуға болмайды. Мысалға, егер видео ұнаса, видеоға лайк басып, каналға тіркел, ең бірінші болып көру үшін уведомление, жаңағы колокольчикті басып қой. Ал егер өзіңнің сұрағың болса, комментарийға жаз деп, олай айтуға болмайды. Өйткені адам маңырап қалады, былай айтқанда, маңырап қалады, не істейтін білмей қалады. 3-4 действие айтқан кезде, мысалға, давай осын жаса десе, адам есеңгіреп қалады, не істерін білмейді, қойшы дей салады, өткізе салады. Сондықтан да, егер видео ұнаса, осы видеоны басқамен бөліс, өзің досыңмен бөліс деп айтып, бір ғана действияға шақырыңыз. Сол кезде сізде аудиториямен жаңағыдай видеоңызды тарату деңгейі өсе бастайды. Сол сияқты сондай бір призыв действие жасайсыз. Ең соңынан тақырыбыңызды аяқтайсыз дағыны, менің тағы да видеоларымды қарағыңыз келсе, мына жерден бас, мына жерде жаңа видео бар, мына жерде сізге арналған видео бар деп сияқты жаңағыдай іс-әрекеттерге шақырасыз. Оны сізге кейін мен видеоны салған кезде, оптимизация жасаған кезде, конечные заставки деген бөлім бар. Видеоның соңында шығатын видеоларға сілтеме жасау. Соларға сілтеме жасау керексіз ең соңында. Мінекей бүгінгі видео осы. Сіздерге тапсырма контент план құрастыру, оны таблицаға жазу, жаңағыдай идеялар, тақырыптар, одан кейін жасалуда және орындалды деген сияқты видеоны түсіріңіздер. Және де осы сценарий бойынша сіз өзіңіздің видеоңыздың негізгі контентін құрастырыңыз. Сіздерге сценарий беріледі. Тек қана
жұмыс жасаңыз. Қазір видеоны тоқтатып қойып қайтадан қараңыз. Егер түсінбеген болсаңыздар, идея келген болса бірден дәл қазір жазып қойып отырыңыздар, келесі видеоға өтпей тұрып. Ал ендеше келесі видеоға дейін кездескенше.